әйелдер осы бағытта стресске ұшырайды. Біріншіден, ол әйелдердің рөліне байланысты. Яғни әйел оқытушы, әйел ғалым, ол екі рөлді арқалап жүретін тұлға. Яғни үйдегі оның қосымша жеке стресстары бар, яғни психологиялық тұрғыдан оны күйзеліске түсіретін. Сонымен қатар, жалпы ер адамдар күнделікті жасап жүрген жұмыстарды, әйел қауымы да жасағандықтан, жалпы жұмыстағы стресс факторлары бар. Екеуін қоса есептегенде, әйел адамдар сол себепті көбірек жаңағындай күйзеліске түседі екен. Және бір ерекшелігі, ауыл халқына қарағанда, қала аймақтарында жұмыс істейтін әйелдердің арасында стресс факторы әлде қайда жоғары екен. Оны нақты зерттеулер осы дәлелдеп көрсетті. Және ол сапалы Тейлор and Фрэнсис баспасындағы журналға 2022 жылы жарияланған. Яғни ол жерде нақты Қазақстанның кейсі бар.